миладийден сон 5 асырда антик медениеті yok ола ve Авропа эрті орта асырларына кере. Яны дәвлетлер пейда алғанынен чашыт этникле қарашық феодал мунасибетлері саяси меморий ve тижарет эснавчы яны мерkezler пейда ола. Тахменен 6 асырда Хазар каганаты пейда олывынен ойле мерkezlerinden бірі 40 ер oldu. 40 ер ойлы бір қаялық ерде ерлешті ке, табиат тарафындан балабан ве көчлі бір қалеге чевірілді. Археология қазмалар көстере, мұнда инсанлар да неолит вақтында, яғни 7000 асыр евел 1 асыр яшаған. Миладиден евел 1 асырда ашлама дереде яшаған таврлар мұнда ерлешкен. Соңра мұнда скитлер, бұндан сон сарматлар, сон ісе готлар да келген. 6 асырда есе Хазар девірі келе. Хазар каганаты түшкен сон бұл ерлер Бизанс идережілігіне туше. Бизанс империясы зайыфлашқанындан сон Чуфут қale платосының пекетелген қасабасы мұстақыл бейлік олып қала. Бұл қави yüksek деварлы қale ерле сөлелесінің резиденциясы олып қала. Ерлі кенасысе Византияның итифақдашы ола біле. 11 асырда енді қораланған дегілде печенеклер тарафындан құрылып, тамамы иле қале шеері олған бұл ер Қыпчақларының идересіне кече. Енді оны 40 ер деп адландырмаға башлайлар. Ве айны бойлы исімнен о бірқач асырдан сон Улы ордының Джучи ұлысының теркебіне кіре. 14 асырдан башлап 40 ер қалесі чун яны девер башлана. Шеер Қарым улус юртының меморий ве арби меркезі олып қала. 1346 сенесі Улы ордының 11 Жәнібек ханның вақытларында яны ичтимai биналар, жемилер құрылып, шеерінің сынарлары келлеші. Ве ең мұйымы бұл ел шеерінің меркези мейданында 1 жами өз қабыларын ача. 40 ер шеерінің Жума жамисыны бүгін Жәнібек жами деп адландыралар. Бұл ярым аданын ең ескі жемелерінден бірі сайла. Евел заманларда бұл күнімізге тек фундаментінің виранелері сақланылып қалды. Жами пек балабан дегеледі. Бұл ықтимал ке 1955 сенесі, яғни 100 ел кечкен сон оны тамирлеп бүклештірділер. Ве бұл бірінші хан Хаджи Герай идережілігі вақтында керчеклешкен. Шеер Қарым юртының меморий меркезі олып қала. Оның үкімдарлары Чингис улус бейлері, олар есе келечек герайлар қабилесінің эждадлары. Ама пайтақт оларақ шеер бір вақыт олмаған. Ихтимал ке мұнда улус бейлерінің темсилжелері бұлынғаны делер. Ве оларның esas фаалиеті ве вазифесі Женюб Гарби топрақларының тижаретіні идаре етмек, Веджиневиз қабелелерінің манғып киназларының мұнасибетлер құрмақ. Ондан да ғайры сарай пайтақтың фитнесінден қачқан орду сойлары мұнда келіп саяси сығынақ тапқанлар. 15 асырның 20 еларының башында 40 ерде мешур орду ханы Тоқтамыш ханның қызы Жәнике ханым яшаған. 40 ер тесәдүфен сечілмеді. Санки оның анасының тамырлары айнен бұл ерден келген. Жәнике о вақытлары мешур олған орду идережесі Эдигейнен евлендірілген. 1420 сенесі 40 ер қалесінің бір сарайында Чингис сөлелесінің бірінші қадына Жәнике ханым келіп ерлешті. Оны өз деверінің итибарлы қадын оларақ еркес таныйды. Сабық орду ханының қызы ве құдіретлі серданы қадыны оларақ халық арасында ол бұйық өрмет сайбайды. Оның фикерлеріні ве түшінделеріні еркес өрмет етейді. Ойле зан бар ке, айнен оның төвсейлері иле ерлі бейлер 1428 сенесі Хачи Герайны бірінші Қырым ханы оларақ тайын етті. Базы мен баларда қайт етілгеніне көре Жәнике ханым 40 ер идережесі екен. Белки де о ақиқатенде шеерінің инкишаф етмесі үшін фазла әрекет япқаны, хайрейджілікнен оғырашқаны себебінден шеердегі саяси адиселеріні де тақип еткендір. Жәнике ханым жәмінің яқынларында дефнетілді. Бірқач вақыт кешкен сонысе қабірі үстіне дүрбе құрылды. Бұл дүрбе сымарышыны ким берді ве кимнің парасына япылды, бүгінде бүгін не язықке белді дегел.
Ресми мәліматларға көре Қырым ханлығының құрылышы 1441 сенесі сайла. 1449 сенесі Хаджи Герай хан өз байтақтыны 40 ерге кечірмеге қарар ала. Мұнда ескі сарай яныдан құрыла. Жами тәмерлене ве базы мәліматларға көре медресе беле құрыла. Ама ол медресенің ері белі дегел. Бойлелікне 40 ер меморий меркез статусының денештіріп, байтақт оларақ таныла. Бірінші йыллары ханлық сарайы оларақ 40 ерде территория тек Платонен сыңырлана еді. Ама тезден қая етегіне Хаджи Герай өзінің сарай темсілжі ве хізметшілерінен көче. Мұнда Шалма сарай деген балабан сарай құрылмаға башлай. Бойлелікнен яны шер пейда ола. Оны ескиден адландырғанлары кебі 40 ер деп адландырмаға девам етелер. Олезан барке Хаджи Герай ханын халифесі Менгли Герай ханын вақытында Ашлама сарай умумен яныдан құрылды. Ама язықлар олсун ке саваш, янгын, ведигер табият белялары себеплерінен Менгли ханын мұқтешеп сарайындан бір шей қалмады. Сарай комплексы büyük ихтимал ки тахта павильонларından ибарет еді. 1578 сенесі оның ақында Полониялы елчі Мартин Браневский аңлата. Бұ шерінің сонында да бір шер салачық бар. Мұнда ерлі сакенлер құрған ғайет дүлбер евлер ерлеше. Ханлар сарайы яда ев қадими татар үкімдарлары тарафындан дүлбер биналар, жамилер, дүрбелер ве хамамларнен яраштырылған. Сарайының евелісі олған дүлберлігі ақында 17 асырының белі сеятчысы Евлия Челеби тариф еді. Оның мәліматларына көре сарайда йылдызлы чырдырлар, евелки ханлар құрған кечкене сарайлар, чоқ камерелер, чоқрақ суынен толдырылған хафызлар, чешмелер бе қойылар олған. Бүгін Ашлама сарайының дүлберлігіне сақланылған демир қапуға есасланып қимет кесмек мүмкін. Бұ демир қапулар Ашламаға йол аша еділер. Итальянлы алим ве мимар Альзенове Ашлама сарайда бір йылдан чоқ çalışты. Бұ мүддет içinde бір чоқ мерақлы шейлер кешф еткенini қайдетмек мүмкін. Ама не язық ке бұ күнге қадар тек демир қапу ве 1503 сенесі Ренессанс шекілінде яратылған портал сақланылды. Бірқач мүддеттен сон бұ мимари иншаны Бақча сарайға кечірділер. Бүгін о Алевис порталы оларақ белледір. Тезден сарайның әтрафында зыдыянларының евлері құрылғанымен яны малелер пейда алу башлады. 40 ер қалесінің сәкенлерінің чұқысы бұл вадыге көчмеге башлады. Тезден есе яны шерді, яны чешме ве хаузлар, чүрік су өзенінде есе 2 су дегермені құрылды. Өзеннің екі тарафындан ве ер арасында юзім ве бақчалар өседі. Умумен мұнда 300 ев бар екен. Ашлама сарайға кележек олсақ есе, оның күчік павильонлары Менгли Герайның азбары үшін ғайет күчік олмаға башлады. Бұның үшін хан Девлет сарай деп адландырылажақ сарай құрмаға емір бере. Ескі шерде есе пара азбары қалды. Оның ішіні ерлі карайымлер идаре етейді. Yüksek duvarlı kale ise şanlı eserler için apishane olup kaldı. Ama mında asilet odalar yok idi ve eserler bütün kale içinde kezmede akları var idi. Яны 40 ер шерінің esas диққатына лайық олған ерлер сырасында 1500-1502 сенелері құрылмаға башлаған бірқач меркези ноқта олған еді. Бұ жами, Хаджи Герай дүрбесі ве әлбеттеке юқары али оқуф юрты, зінжірлі медресе. Тарихи esерлерге көре, мында медресе апансыздан пейда олмады. Ханын ярдымжылары мында илим евini құрмаға тевсие берділер. Менгли Герай ярдымжылары берген тевсиелерге құлақ асты. Ве о девернің ең güzel мемарларыны чағырып, кележекті құрылажақ бинанын тасарыны қабыл етті. Барының sıcak бір күнінде Қырым ханы 40 ерінің сакинлеріні тантаналы тедберге дәвет етті. О күн хан құрылажақ медресе фундаментінің бірінші ташыны қойды. О, Аллах ярдымымен мұнда біз илім меркезінің құрылышыны башлатамыз деген сөзлерінен халқа мұражат етті. Сонuna ise салачық топонимы пейда алды.
ве оның манасы шер жывары. Шупесіз ке, о 40 ер тек байтақ оларық дегілді, шер оларық статусыны жойғанымен бағылы. Салачық ақында бірінші малюматлар 17 асырда пейда ола. Мисал оларық, евлия челебе 40 ерні ескі салачық кебі ана. 40 ер, ондан сон салачық, ерлі инсанлар üçün дар олып башлады. Ветек Сахиб Герай хан яны байтақны Чуруксу өзенінің ялысында Бақшысарайда тәшкил етмеге харар қабыл етті. Ондан сон 40 ер яваш-яваш шер жывары ве Қырым ханларының яз резиденциясы олып қалды. Бүгінгі программамыз сонына келді. Невбеттікі яйында көрішкенде достар.